1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні. Біз мына мекемеге келіп көрмелерін көрдік. Әр ұлттың бұйымдарын, киімдерін мен таныстық. Еліміздегі ұлттардың тату-тәтті болуы маңызды. Бізде тек қана қазақтар емес, көп ұлтты тәжік азаматы бар, өзбек азаматы бар, орыс азаматы бар. Бәріміздің міндетіміз достық, яғни бірлікте қызмет атқару болғандықтан біз олармен жақсы қарым-қатынастамыз. Біз әр тілге тіліміз, түріміз басқа деп бөлінбейміз. Себебі Қазақстан Республикасының негізгі мақсаты бірлікте.